Ассалаумағалейкум. Менің есімім Рауан, Заңзаңар компаниясынанмын. Сот орындаушыларға байланысты айтып кеткім келіп отыр. Видеоны аяғына дейін тыңдаңыздар. Таныстарға, туыстарға бәріне таратыңыздар ағайын. Сот орындаушылар кімдерге бағынады? Жалпы сот орындаушылардың қызметін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі және республикалық олардың палатасы бар. Жеке сот орындаушылардың республикалық палатасы деп аталады. Мінекей осылар бақылайды. Ал өңірлерде әділет органдары, әділет департаменттері, сосын өңірлік жеке сот орындаушылар палаталары бақылайды. Егер де сіздерде әлдеқандай құқық бұзушылыққа душар болып, сот орындаушы тарапынан немесе жұмысына олардың көңілі толмайтын болса, шағымды қайда жазамын деген сұрақ туындайды. Мұндайда біздер кеңес береміз әділет департаменттеріне немесе әділет министрлігіне жазыңыздар. Ал енді олардың өңірлік палаталарына жазуға болады. Бірақ енді онымен мәселе шешілмей жатса, онда жаңағы әділет органдарына жазыңыздар. Прокуратураға да жазуға болады, бірақ прокуратура бұл құзыреттілігіне сәйкес әділет органдарына жібереді. Сондықтан дереу әділет органдарына жазғандарыңыз абзал. Осы видеоны таныстарға, туыстарға бәріне көрсетіңіздер ағайын, білсін осы сот орындаушылармен болып жатқан мәселелерге байланысты. Ал енді сот орындаушыда қозғалған істер жүрмей жатыр, шаршадым, не істедім, не қылдым дейтін болсаңыздар, ол жөнінде де сұрақтармен бізге кеңеске жүгінсеңіздер болады ағайын. Жақсы.